Заттың атын білдіретін сөздерге не жатады? Кім кәне айтады? Алмат айта ғой. Заттың Атын. Адамға. Дұрыс. Ол Затқа, жануарға. жақсы. Кім деген ол адамға ғана тән. Не деген сұрақ ол? Жануарлар мен заттарға тән. Жақсы. Ал енді мысал кім келтіреді? Кім? Кім ол? Мұғалім. Дұрыс. Бәрекелді, жақсы. Келесі кім? Айта ғой, Амархан. Кім? Әке. Өте жақсы. Кім? Әке. Раян. Кім? Анашым. Өте жақсы. Кім? Анашым. Ариян. Не. Не? Кітап. Не кітап? Дұрыс, келісеміз ба, балалар? Жақсы. Тағы Арман айта ғой. Не. Дәптер. Не, дәптер. Балалар, нелер болса, Камилис, нелер болса айта ғой. Не. Тақта. Не, тақта. Ага. Не. Пысық ғой. Адия айта ғой. Қатты даусын шығар. Не. Қарындаш. Не, қарындаш. Ага. Аяу. Не. Дәптер. Жақсы ба. Ал енді келесі суреттен назар аударайық. Қараңдаршы осы жерде балалар. Не көріп тұрмыз? Қыз сурет салып жатыр. Раян? Салып жатыр. Қимылын білдіретін сөз. Өте жақсы. Сурет салып жатыр, қимыл білдіріп жатыр. Айжан не істеп жатыр? Би билеп жатыр. Не істеді? Би биледі, я? Не істеді? Сурет салды. Дұрыс айтасыздар. Қимылды білдіреді. Балалар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы заттың қимылын білдіретін сөздер. Сұрағы не істеді, не қылды, қайтты. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, балалар, осы мақсатқа біз соңында жету керекпіз. Дұрыстап тыңдап алыңдар. Қандай мақсат сабақтың? Заттың қимыл әрекетін білдіретін сөздерді ажыратып, орынды қолдана білу. Қазір осы жерде мен сендерге осы қимылды білдіретін сөздерге байланысты бір тамаша видеоны тамашалайсыңдар. Мұқият тыңдаңдар. Ал балалар, өздерің айтып көріңдерші қандай сөздер осы жерде болды? Адамдар өсірді ағашты. Ағаштар өсірді. Не істеді? Өсірді, я? Бұл барлығы балалар қазір қай мезгіл? Көктем мезгіліне байланысты. Олай болса, балалар, оқулықтарымызды 103-ші бетін ашамыз. Барлығы 103. Ағаш туралы қазір мен сіздерге халықтан алынған, исламатерін алынған әңгімені оқып келемін. Ағаштардың ауа тазартудан басқа да пайдасы өте көп. Олар көптеген құстар мен жәндіктерге қорек береді. Жақсы балалар, осы мәтінде не туралы айтылған? Ағаштар туралы айтылған. Дұрыс. Қандай ағаштар? Шырша ағашы. Шырша ағашының ерекшелігі қандай? Желден қорғайды және қысы жазы жасыл болады. Өте жақсы әже. Өзін түсін өзгертпейді екен. Жазы жасыл болады. Жақсы. Балалар, қазір барлығымыз дәптерлерімізді ашамыз. Әдемі көркем жазамыз. Көркем жазу ережесін есте сақтаймыз. Жазыңдар. Бүгін бізде сәуірдің 27. Еркежан, оқыш екінші жаттығуды 104-ші. Не істеу керек? Сөйлемдерді көшіріп жаз. Жақсы, балалар, не істеу керек? Көшірген.
Так, балалар, бірінші сөйлемді Иманғали оқыш, жақсы. Оқы бірінші сөйлемді. Тез өседі. Осы жерде қимылды білдіретін сөзді тап. Өседі. Сұрағы? Сұрағы не? Дұрыс, не істейді, өседі. Айзере оқыш келесі сөйлемді. Қабығынан дәрі дайындайды дейді. Жетістік? Жақсы. Сұрағын қойш? Не істеді? Дайындады. Балалар барлығы дұрыс істедіңдер, жаздыңдар. Кәне бас бармақ әдісімен өзімізді бағалайық. Күшті тамаша. Осыны сәйкестендіру керек. Дұрыс сәйкестендіру керек. Дұрыс сәйкестендіру үшін мұқият қарау керек. Суреттерге мұқият қарау керек. Заттың аты және қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендіру. Қолын көтерер. Жоқ, Иманғалилар болды. Бірінші сөйлемді оқы. Айт бірінші. Әтеш? Қалғандарымызды тексереміз. Әтеш? Барыңыздай осылай ма? Әтеш шақырады. Жақсы. Екінші Айзере оқы. Қалғандарымыз балалар тексеріп отырамыз. Мысық мяулайды. Осылай ма бәрінде балалар? Маса ызыңдайды. Райан солай ма? Барлықтан да осылай, маса ызыңдайды. Бәрекелді. Онда шапалақ әдісі арқылы кәне бір-бірімізге шапалақ ұрайық. Өте жақсы. Балалар сіздер білесіңдер, анда бәрін шетіне қойыңдаршы. Осы қимылды, заттың қимылын білдіретін сөздер туралы өте қызықты мәліметтер бар екен. Қараңдаршы, біріншісін. Кәне Айзере оқыш. Дельфиндер бір көзін ашып ұйықтайды екен. Ал енді осы жерде Айзере қимылды білдіретін сөз қандай? Ұйықтайды. Дұрыс. Сұрағы? Не істеді? Жылына бір рет гүлдейді. Етістік? Осы жерде сын қимыл? Гүлдейді. Білдейді, заттың қимылын білдіріп тұр, өте жақсы. Кактус жылына бір рет білдейді. Аяғын оқиды. Көрегін? Түнде аулайды. Жапалақ көрегін түнде аулайды. Осы жерде аяғы қимылды білдіріп тұрған сөз? Аулайды. Сұрақ қояйықшы. Не істейді? Аулайды, жақсы балалар. Қазір балалар, осы сабақта бүгін не үйрендік, не білдік, мақсатқа жеттік бар. Сол үшін бір-бірден келіп, осындай сөздерді алып, осы заттың қимылын білдіретін сөздерді аласыңдар да. Балалар далаға доппен ойнады. Ойнады, бәрекелді. Сөздің қимылын білдіретін сөз? Ойнады. Молодец, ойнады. Келесі. Кел Алияна. Ортаға тұр. Дауысын қатты шығарып оқы. Жүгіреді. Көрсет,
ойнады дұрыс. Басқа сөйлем көрейін. Балалар үйде ойнады. Жақсы. Қараңдаршы, мынау бізде бағдаршам, иә? Бүгін сонымен балалар қандай тақырыппен таныстық? Қандай? Зат. Дұрыс. Заттың қимылын білдіретін сөздер қандай сұраққа жауап береді? Сағындық тұрып айта ғой. Не қылды? Қайтты деген сұраққа жауап береді. Мысал келтіріңдер, қандай сөздер айтады? Не істеді? Дұрыс. Не істеді тағы? Айта ғой. Мұғалім, не істеді? Күлді. Жақсы, Алдияр не істеді? Ұйықтады, жақсы. Не істеді Еркежан? Айта ғой, не істеді? Ойнады. Жақсы, Раян не істеді? Бағдаршамның 3 түрі бар. Амырхан отыр. Қызыл түсі, сары түсі және жасыл түсі. Егер балалар бүгінгі сабақ өте қызықты, барлығы түсінікті болса, біз жасыл түсті көтереміз. Егер сабақта әлі білетініміз бар болса, онда сары түсті көтереміз. Ал егер мен әлі онша түсінген жоқпын, әлі үйренетін көп десеңдер, онда осымен сабақ аяқталды.